Қайырлы күн қыздар. Бүгін міне біз сіздермен екінші сабақ кіші формадан енді үлкен формаға ауыстыратын боламыз. Тортты. Міне енді бізде қазір 18 диаметрдің рецептісі бар. Біз соны 24-ке ауыстыратын боламыз. 24 диаметрге. Қызыл барқыт торты. Бізде 18 диаметрдің рецептісі бар. Соны 24-ке ауыстырамыз. Бұл жерде де сол формула бойынша мына 18-ді R1 деп алатын болсақ, 24-ті R2 деп аламыз. Міне біз осы формула бойынша қазір ауыстыратын боламыз. Формула К тең R2-ның квадраты бөлінген R1-дің квадраты. Осы формула бойынша кіші формадан үлкен формаға ауыстыруға болады. Осы формуланы жатқа білсеңіздер, еш қиналмайсыздар. R1, бізде R1-іміз 18 диаметр. R1-іміз 18 диаметр. 18 диаметр формула. Дөңгелек форма деп алсақ, торттың. Соның 18-дің жартысы, радиусы, осының 9 болады. Ал 24 диаметрдің радиусы осының 12 болады. Яғни R1-іміз біздің 18 диаметрі, 9-дің квадраты 81. 9-дің квадраты 81 болса, 12-ның квадраты 144. Біздің формамыз шықты. К тең 144-ті бөлеміз 81-ге тең болады. Жүз 44-ті бөлеміз 81-ге тең болады. 1,7 шығады. Жазамыз. 1,7 деп. Яғни бізге керек мына сан шықты. Осы сан бізге керек сан. Енді бізде бар 18 диаметрдің рецептісі. Рецепт. ұн 200 грамм, қант 112 грамм. Енді біз 200-ді көбейтеміз 1,7-ге тең болады. 200-ді көбейтеміз 1,7-ге тең болады. 340. Яғни 24 диаметрдегі ұнымыз 340 болады. 112-ні көбейтеміз 7-ге.
болады. Қант 190-да 4. Міне достар, біздің 18 диаметр рецептті 24 диаметрге ауыстырдық. Осы видеоның астына үлкен формадан кіші формаға қалай ауыстыруға болатынын ссылкасын қалдыратын боламын, егер керек болып жатса.